Ассалаумағалейкум. Мына бүгін Ағыбай батыр туралы кітап оқып отыр едім. Сонда мына Көтер батырдың батасын алған екен Ағыбай батыр. Көтер батырды өздеріңіз білесіздер, Бәсентин ұлы мына Ақтөбе жағынан шыққан. Енді жерді бөліп жатқан жоқпын, туған мекен еткен жері. Өйткені мына орыстармен соғысып өткен Көтер батыр. Сырымдатыла бастаған 1790 жылдары, 80 жылдары көтерілістерде 14 жыл бойы орыстармен соғыс өткен кісі екен Көтібар батыр. Ал енді Көтібар батырдың баласын білесіздер, Есет батыр, Көтібарұлы. Есет батыр 1830 жылдарға, 60 жылдарға дейін орыстармен соғысқан өлілгенше. Әлгі басымды құбылаға емес, аяғымды солтүстікке қаратып жатқызыңдар, өлгенше орысты тіреп жатайын деп. Мына жағы Қоқан Хиуа, сарттар бар, өзбегі бар. Ар жағына басқыншылармен соғысты. Сол Көтер батырды атамызды мықты батыр болған заманында 14 жыл бойы екінші Екатеринаға қарсы соғысқан. Орыстың генералдарын өзі хищник деп бір-бірінің рапортында мойындаған, ала алмаған, жеңе алмаған. Осы солтүстік өңірі қазіргі Қостанай, Ақтөбе, Павлодар, бізге ары қарай өтіп кеткен жерлер бар. Осы өңірлердің бәріне соғыс салған ғой. Бұл кісі туралы көп айтылмайды ғой, енді біле қоймайды. Осы кісі өлерінде жаңағы Көтер батыр өлерінде жаңағы балаларына шақырып өсиет айтыпты. Менің жаңағы жүйрік атымды, наркескенімді, 5 қаруымды осы аста бәйгеден кімнің аты озып келеді, соған беріңдер, бәйге қып депті жаңағы. Ол кезде жақсы адамға бұйырайын деп тұр, сезіп тұрмын. Бір батыр адамға бұйырайын деп тұр, соған бұйырған адамға беріңдер депті аманатым. Содан Көтер батыр дүниеден өтіп, балалар ас беріп, асқа түгел 300-дің адамы жиналыпты. Мына ол кезде Көтер батыр 1830 жылдары дүниеден өткен екен, 1830 жылдардың үстінде. Мына Көкшетау, Ақмола өңірінен Кенесары бастап біраз кісілер келген, оның ішінде Арғын елі келген. Арғын елінің ішінде Ағыбай батыр бастап келген шұрт балаларды. Содан үлкен бәйгат болып, ас болып, 300 жиналған, палуан күрес, ас, Құран оқытылып. Содан 300 аттың алдында Ағыбай батырдың ақбестісі қара салмай бірінші келіпті. Содан балалар сол өсиетті орындап, Ағыбай батырға батырдың наркескені мен қарашолақ қылышын беріпті, 5 қаруын түгел. Содан астындағы жаңағы жүйрік атын беріп, содан олжалы болып Ағыбай батырға тиесілі болыпты. Содан Кенесары бұны естіп, енді ырымдап, қазақ халқы ырымшыл ғой, батырдан қалған бір бұйымды берсін деп кісі шаптырыпты. Енді Ағыбай Кенесары ханның бас қолбасшысы Ағыбай батыр қазақ әскерінің. Екеуі құрдас. Енді арасында енді тиісіп қалатын кездерде болады. Сосын Ағыбай батыр: жоқ, бере алмаймын. Бас бәйгілі жүйрік атты, қысырақ айырлы үйірінің жылқысы, наркескен өзімде қалады. Қалған жаңағы бір үйірлі жылқыны, тай тұяқ алтын, әлгі будалы қара нар түйе, тағы дүние мүлік барлығы Кене ханға тиді олжалы болып. Бір кездікпен бір жездік белмен қоншыме симайды деп отырма, бере алмаймын деп адам қайтарыпты. Сөйтсек жаңағы Көтер батыр айтып кеткенде, бұл өзі тегін адамға жолықпайды, бұл наркескенім. Сол жолыққан адамға әруағым қолдап жебеп жүреді деп өсиет айтқан екен. Соған Ағыбай батыр өзі ханның жанына жақсы тұтып, наркескенді Көтер батырдың батасын алып қалған екен.
Ағыбай батыр бүкіл соғыста топ жарған ғой. Әуелі Алла, одан кейін осындай әулие батыр кісілердің сенімін ақтап, сондай кісілердің батасын алып, батамен ел көгерер, жаңбырмен жел көгерер дегенде қазақ халқы ырымшыл халық қой. Сөйткен Ағыбай батыр қан шайқастың талай, анау Қырғыз алатауында қырғын соңғы шайқаста да топ жарып шығып, елге келіп біраз елге қорған болған. Осындай әңгімелер мынау Ағыбай батыр атты кітаптан оқып отырмын. Бұл кітап 1992 жылы Жеззан қаласында шығарылған екен. Сол кітаптан оқып отырмын. Осындай әңгімелер. Негізі ертеректе батыр адамдар, әулие кісілер, билер, шешендер, өнерлі адамдар, ұста адамдар, әр саланың өзінің маманы дейді ғой енді. Тікелей айтқанда, өзі маманы өзінен қалған, дүниеден өтетін кезде балаларына қалдырған. Балалардың ішінде өзі ұстай алатыны болса, икемді болса, сол салаға қинамаған, менің жолымды қу деп. Балаларын ешқайсысы өзінің жолын қуып, сол мамандықтың иесі болатын баланы байқайды, оны бас көтерер жоқ болса, тимеген. Басқа көрші ауылдан халыққа аты шығып жатқан жас бозбала жігіттерді шақыртқан. Болмаса, сол жігіттердің өзі, Алла тағаланың бір сондай бір қасиеті ғой, сол жігіттердің өзі іздеп келген. Ұста адам болса, сол ұстаның бір затын алып қалып, арымдап, әрі қарай соны дамытып, жалғастырып әкету кәсіпті. Батыр адамдар найза қылышын алып қалып, ырымдап, батасын алып, ел қорғап, жер қорғаған жігіттер іздеп кеп. Батырлар сондай көңіл ауған адамға ғана берген батасының несін. Егер де өзінің тұқымынан шығып тұрған, жұлқынып тұрған немерелері болса, батырлар соларға берген. Жай адамға қалдырып кетпеген. Ол біздің қазақ халқының сондай салт дәстүрі ежелден келе жатқан. Бір Аллах тағаланың берген бір үлкен бір тылсым күш сыйы ғой бұл. Осындай әңгімелерді ұрпағымызға жеткізіп отырайық. Ел, жер бізге аманат. Осындай кең байтақ жерді қорғап қалған ата бабаларымыз. Осындай батырларымыз дүниеден өткен. Сол кісілерге Құран оқып, Құран бағыштап, жандар жәннатта болсын. Бізге тек Құран көмектеседі қабірде. Қабірлер нұрланып, Ағыбай батырдың, Көтібар батырдың жандар жәннатта болса екен. Аллах тағала біліп-білместен күнәларын кешірсін. Келешек ұрпақ осы батыр кісілердей болсын. Елін, жерін қорғаған, суырылып шығып, қолындағы бар қарумен мықты мұздай қорсанып келген жауға неше жыл бойы соғысқан.